Сәлем достар, сіздермен бірге ерке. Бүгін мен сіздерге жеті ертегісін айтып беретін боламын. Олай болса, ертегімді соңына дейін тыңдаңыздар. Бір ешкі жеті лағымен өмір сүріпті. Бір күні ешкі орманға жиналыпты. Есікті ешкімге ашпаңдар. Мен қайтып оралғанда есікті қағып, ақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар. Аналарың сендерге сүт әкелді, деп ән салаты боламын. Осы кезде ешкінің үйінің маңайында қасқыр тамақ істеп жортып жүр екен. Ол лақтарды алдамақ болады. Қасқыр ешкінің кеткенін күтіп тұрып, лақтардың бір өзі қалған сәтін күтеді. Қасқыр жаймен есікке келіп: «Лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар. Мен сендерге сүт әкелдім. Сен біздің анамыз емессің», деп лақтар жамырай жөнеледі. Қасқыр одан кейін бір адамға келіп, дауыспен ән салу үшін тамағын қағып беруін сұрайды. Әлгі ісмер таң тамаша болып, оның тамағын қағып, дауысын жіңішке етіп береді. Қасқыр ешкінің үйіне жақындап келіп, жіңішке, нәзік даусымен: «Лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар. Аналарың сендерге сүт әкелді», деп әндетіпті. Анасы екен деп есікті ашып қалса, жауыз қасқыр тап береді. Бұл үйге баса көсе кіреді де лақтарды қылғытып жұта береді. Тек бір ғана лақ тығылып үлгеріпті. Қасқыр жетінші лақты ұзақ іздейді, бірақ оны таба алмай қалыпты. Ешкінің келетін уақыты болып қалған еді. Кезде қасқыр зыта жөнеліпті. Үйіне келсе, есігі айқара ашық жатыр. Үй ішінде ешкім де көрінбейді. Пеш ішінен бір лағын тауып алады. Ешкі басына түскен қайғыдан көз жасын көз қылып, үнімен жылап келе жатады. «Лақтарым, шынақтарым, көлге біткен құрақтарым, есікті ашып, қасқырға жем болдыңдар». Содан ешкі қасқырға келіп: «Сен бе менің лақтарымды жеп қойған?» деп сұрайды. Қасқыр оған болса: «Сенің лақтарыңды жеген жоқпын. Егер менің лақтарымды жемесең, дәлелде. Кел екеуміз мына шұңқырдан секірейік». Қампиған қарнымен құрдан секіру қасқырға қиын ғой. Қасқыр секірген кезде өзін ұстай алмай орға құлап түседі. Сол кезде оның қарны жарылып кетіп, оның ішінен лақтары аман-есен шығады. Олар аналарымен шұрқырап табысады. Сөйтіп ешкі лақтарымен бұрынғыдай күшті, ынтымақты өмір сүреді екен. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды. Сау болыңыздар.